Иә, бүгін қазақ ютубында бір келеңсіз жағдайларыма болып қалып, оның бірі Алик Кезеттің Q-Style құрамасынан шығамын дегені өз еркіммен. Иә, Q-Style енді бүкіл жерге атағы жайылып кетті. Өте тез танымал болып кетті, трендтерді бірден жаулап алды десек те болады. Енді Аликтің айтқан сөзіне келсек, Алик өзінің сөзінде былай жазыпты: енді мен онда болмаймын, өзім жеке болғым келеді. Кезінде жігіттер дамымай тұрғанда күнде сөйлесіп, күнде видеоға түсетін едік дейді. Қазір олар атаға шығып, барлығы трендке шыққасын, әркім өзімен жоғалып кетті. Бірге видео түсу де азайды. Видео былай тұрсын, тіпті дауыстарын да ұмыттым. Жамандағаным келмейді, немесе өзіме көп алғаным емес. Просто ақиқатты, шындықты айтқым келді. Олардың кімнің арқасында трендке шығып, кімнің арқасында көп көрермен жинады. Топтағы көп адамның көзін аштым. Өліп қалған просмотр статистикаларын көтердім. Мен солардың сөзін сөйлеп, басқа қазақ қандас бауырларыма қарсы шықтым. Бірақ өкінішті пайдаланып кейін жоқ болып кететіндерін білмедім. Енді олардың каналынан шығып кетесіңдер ме, өздерің қараңдар. Барлықтарынан кешірім сұраймын, кімдер ренжіткен болсам. Сендер де маған ренжімейтін шығарсыңыздар. Q-Style жігіттер, қолымнан келгенше көмектестім. Сіздерге де рахмет айтамын. Білмегенімді үйреттіңдер, ризамын дейді. Енді Аликтің айтуы бойынша бұл жерде баяғыда енді шыны керек Q-Style жігіттер дамымай тұрған кезде емес, жалпы бәрі жақсы дамып тұрды, бірақ Алик келгеннен кейін олар трендке шыға бастады. Шыны керек бұл өтірік зат емес. Бірақ енді Алик, сен оларды кешіру керексің. Әркім өзінің жағдайын айтып жатыр. Енді сен де түсінетін шығарсың оларды. Бәрі де адам, бәрі де пенде дегендей. Енді Алик, сен оларды кешір, біз сені қолдаймыз. Бірақ Q-Style'дан шыққаның енді бір түрлі ол. Иә, Алик, енді саған сенеміз, тек Q-Style'дан шықпа. Иә, бірақ олардікі де қате шығар, сен енді кешірім беретін шығарсың. Рамазан айы дегенде ешқандай реніш болмасын, қайта Q-Style'ға орал. Енді достар, сіздерге айтатыным осы комментарияға, бүкіл жерлерге, Аликтің инстасына, видеоларына Алик орал деген хэштег жазып кетіңіздер. Енді Алик орал, біздің видеомызды көріп отырсаң, лайк басып кет дейсің ғой. Давай, Алик, саған сенеміз, орал. Енді Q-Style жігіттері, Аликті қалайда оралдырыңдар. Сендерге де сенеміз. Алик енді көрермендерің мұңайып қалуы мүмкін, және де Q-Style фанаттары. Ал Алик